Сәлем достар, осындай әдемі дастарханның көркі өте тойымды, жасалу өте оңай, қолжетімді ингредиенттерден жасалатын салаттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Пиязымызды алып майдалап турап аламыз. Табаға майымызды қыздырып, пиязымызды қуырып аламыз. Қуырылған пияздың майы сорғу үшін сорғытып алып дайындап қоямыз. Бізге салатқа қажет болады. Енді тауықтың төс етін алып, турап аламыз. Майдалап тураймыз. Майымызды қыздырып, осы тауықтың төс етін қуырамыз. Татымына қарай тұз себеміз. Жақсылап араластырамыз. Әртүрлі дәмдеуіштер сексеңіздер болады. Әркім өз қалауы. Мен кориандр саламын. Жақсылап араластырамыз. Және паприка қосамыз. Тауықтың еті қуырылып дайын болам дегенше, біз қайнатылған картошкамызды алып, үккіштің үлкен жағынан өткізіп дайындап аламыз. Онан кейін қайнатылған сәбізімізді алып дайындап аламыз. Оны да үккіштен өткіземіз. Енді бізге қажеті қайнатылған жұмыртқа, ағынан сарысын ажыратамыз. Міндетті түрде жұмыртқаның ортасын пышақпен бөлу қажет. Әдемі болып бөліну қажет, түзу. Енді жұмыртқаның сарысын алып, біз еземіз вилкамен. Кішкене тұз саламыз. Майонез қосамыз. Құрғақ сарымсақ себеміз және қара бұрыш қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей дайын болды. Дәмі өте керемет. Енді осы майонез араластырған жұмыртқаның сарысын ақтың ішіне толтырамыз видеодағыдай. Абайлап толтырамыз. Жұмыртқаның ағы жыртылып кетпеуі қажет.
Міне осылай дайындап аламыз. Енді ыдысымызға үккіштен өткізілген картошкамыз бірінші саламыз әдемілеп. Кішкене тұз себеміз. Онан кейін үккіштен өткізілген сәбізімізді саламыз бетіне. Одан кейін бетіне майонез саламыз. Енді май сорқытылған, қуырылған пиязымызды салып шығамыз бетіне. Онан кейін қуырылған тауығымызды саламыз. Міндетті түрде майдан сорғытып аламыз майын. Еттің де майын сорғытып аламыз. Бәрін бір келке етіп салып аламыз бетіне. Және майонез жағамыз. Енді дайындап қойған жұмыртқамызды бәрін салып шығамыз бетіне. Майонез жағамыз. Енді бізге қажетті ірімшік қажет болады. Қаттылау ірімшік болса өте жақсы болады. Үккіштің кішкентай жағынан, майда жағынан өткізіп аламыз. Енді ірімшігімізді осы жұмыртқаның бетіне, жұмыртқаның барлық жағын жауып, осылай салып шығамыз. Майонез жағамыз бетіне. Енді сәндік үшін анар жемісінің осындай дәнектерін қойып шығамыз. Салатымыз дайын болды. Өте әдемі салат. Дастарханға өте әдемі көрінеді. Осылай ұсынсаңыздар болады. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.